көп YouTube арнасы қызықсыз және мағынасы жоқ. Ал Казмедиа арнасынан сіздер жаңалықтардан құр қалмайсыздар. Сізге пайдалы мәліметтер жұмасына 2 рет жүктеледі. Білесіз бе, әлемдегі балықты өндіру саны 20 жыл бұрын өзінің максималдық мәніне жеткен болатын. Бұрынырақта Европа және Американың балық дүкендерінде балықтар түр-түрімен самсап тұратын. Тіпті біздің аралдың өзі әлемдегі ірі балық өнеркәсібі орналасқан аймақ болған. Ондағы балық кеңестік республиканың қиыр шығысына дейін жетіп, балықпен қамтамасыз етіп отырған. Қазірде де балықтар көп, тіпті түр-түрін табасыз, бірақ бұл балықтардың қайдан және қалай келетінін, балық өнімдерін қай жақтан жасайтынын біле бермейміз. Әлемде 7-5 миллиард халық болса, бұлардың барлығына балықтың қай жақтан өндіріліп жатқаны және әлемде балық таусылып қалмай ма деген сұрақтар туындайды. Сонымен қазіргі балық өнімдерінің жалпы ауланып жатқан балық статусы қандай? Біріккен ұлттар ұйымының қол астында жұмыс жасайтын тағам және агрокультура организациясы 1950 жылы ауланған жалпы балықтың массасы 19,3 миллион тонна деп айтады. Ол сан 2014 жылы 93-те 4 миллион тоннаға жеткен. Бірақ 20 жыл бұрын балықты аулау кеми бастады, яғни 1980 жылдар 90 миллион тоннадай балық ауланса, ол сан әлі күнге дейін өзгермей тұр. Бұған не себеп? Неліктен балық аулау шамасы тоқтап қалды? Адамдардың өсуімен балыққа деген сұраныс артып кетпесе кеміген жоқ қой. Басты жауап мынау: балықтар азая бастады. Адамдар судың да сұрауы бар деген секілді балықтың да шексіз нығмет емес екенін түсінді. Жағалауға жақын жатқан жерлерден балықтар ауланып болды. Әрине толығымен ауланып алынған жоқ, бірақ енді аулауға болмайды. Өйткені жағалауға жақын аумақтан балық аулау өте қауіпті. Біз әлем бойынша айтып жатырмыз. Дәл қазір жағалауға жақын аумақтан балық аулау толығымен заңдастырылып, көптеген балықтар қызыл кітапқа еніп жатыр. Бұған дәлел Каспий теңізіндегі браконьерлер деген сияқты сөздерді көп естіп жүрген боларсыз. Жағалауға жақын аймақтан балық аулауға болмайтынын түсіндірдік. Енді жағалаудан алыс аумақта неге балық ауланбайды деп сұрайтын боларсыздар. Жағалаудан алыс балық аулауға болады және ауланады, бірақ көп жағдайда көптеген компаниялар балық аулайтын әрине, және балықшылар пайдадан гөрі шығынға көптеп кіріп кетеді. Ол жаққа қарай баруға транспорт керек. Ол транспорт жай ғана қайық емес, кәдімгі озық технологиялармен жабдықталған транспорттар қажет. Кеме табылғанның өзінде жағалаудан алыс аумаққа бару үшін жағар жанармай шығын тудырады. Айта берсе, проблемалар жетерлік. Жергілікті басшылықтар балық санын сақтап қалу үшін жағалауға жақын аумақтан балық аулауға лимит қойған. 2002 жылдан бері лимит көптеген мемлекеттерде қолға алынып, заңдастырыла бастады. Дәл осы кезеңдерден біз аквакультура деген терминді ести бастаймыз. Жергілікті үкімет халықты ендігі кезекте балықпен қамтамасыз ету үшін фермалар құра бастайды. Жай ферма емес, балық өсіретін ферма. Қорадағы мал басын көбейткен сияқты балықтарды да солай көбейтуде. Бұл фермалар теңізде, көлде немесе тіпті өзендерде, жағалауға жақын аймақтардағы арнайы зоналарда орналасады. Мысалға, Атланттық қызыл балық деп аталатын балықтар Атлант мұхитынан ауланып әкелінбейді. Көбінесе дәл сондай балық фермаларында өсіріліп шығады. Дәл қазіргі сәтте әлемде тұтынылып жатқан балықтың 31% фермаларда өсірілген балықтар. Оның 90% Азияға тиесілі. Әрине Қытай және Жапония көп пайызын алады. Қазақстанда да балықтарды күтетін, олардың санын көбейтетін орталықтар бар. Мысалға, бекіре секілді қызыл кітапқа енген балықтарды уылдырық кезінен теңізге жіберілгенге дейін санын біліп, сапасын тексеріп отыратын арнайы орталықтар бар. Су жер шарының 3/4 бөлігін алып жатыр, және балық ол суда тіршілік етеді. Мүмкін 2 жыл бұрын ғана адамдар балықтың ешқашан таусылмайтын азық деп ойлаған болса керек. Бірақ дәл қазір біз балықтардың да шексіз емес екенін түсіндік. Ал біздің видеомыз соңына жетті. Егер ұнаса, лайк қойып, арнаға тіркеліп, сілтемедегі арнаның видеоларын бағалап кетіңіздер. Керемет анимациялық туындылар сізге ұнайды деп ойлаймын.